Достар, сәлем. Бүгінгі тақырыпта Mi Band 6. Осыдан 2 аптадай бұрын осы сағат сатып алдым, киіп, қолданып, енді айтуға болады. Менің атым Бақтияр, бұл Қазтех шоу, ал біз бастаймыз. Тоқта. Ең бірінші айтыңыздар. Кімде Mi Band сағаты бар? Қолдарыңды көтеріңдер. iPhone жақсы көретін аурулар сияқты, мысалы кімде 11-ші iPhone бар, ол 12-ші iPhone-ды алғысы келеді. Сол сияқты Mi Band та сондай. Кімде Mi Band 5 бар, ол Mi Band 6-ны күтеді және кигісі келеді. Бүгінгі видеода сізге Mi Band 6-ны айтам, Mi Band 5-пен салыстырамын және тағы да бір сағатпен салыстырамын. Ал енді ең бірінші қорапта не бар екен, тез көріп алайық. Қорабында өте үлкен кітап, сағаттың өзінен үлкен. Кім оны оқиды? Айтып беріңіздер, не туралы екен. Қораптың ішінде қуаттағыш, ең қызығы және жалпы ең жақсы ол қуаттағыш Mi Band 6-ға да келеді. Міне бұлай. Магнитті. Және Mi Band 5-ке де келеді. Бұлай. Жақсы емес па? Бір-бірін қуаттағышын қолдануға болады. Ең қызығы бұл видеода Mi Band 5 пен Mi Band 6-ның айырмашылығы. Не үшін Mi Band 6-ны мен тырысып алдым келді? Өйткені ең бірінші әрине ол дизайн. Мынау Mi Band 6, мынау Mi Band 5. Қараңдаршы, қандай кішкентай. Мына жерде жақтау бар, енді шеті деген сияқты. Мына жерде өйткені батырмасы болғандықтан, мынау осынша. Өйткені жалпы капсуласы бірдей, бірақ экраны әртүрлі. Мынаның экраны 1:1 болса, мынаның экраны 1:5 деп айтуға болады. Қандай үлкен әдемілеу. 4672, мынаның 117, кішкентай. Енді ыңғайсыз деп ойлаймын. Және мынау AMOLED дисплей. Бұл заманауи технология. Бұл аккумуляторды үнемдеу үшін, өйткені экран үлкен болғандықтан, мүмкін аккумулятор тез отыру мүмкін деп ойлаған шығар. Екеуінің белбеуі бір-біріне келеді. Егер сіз Mi Band 5 болса, сізде болған әдемі белбеу сатып алсаңыз, жаңа AliExpress-тен деген сияқты, ол Mi Band 6-ға да келеді. Толығымен жұмыс істейтін экран. Тек қана осы бір дизайн үшін, яғни үлкен экран үшін, бұл Mi Band 6-ны сатып алуға болады. Мен сөйтіп істедім. Мен бұны күттім, шыққан кезде сатып алдым. Ал енді ішкі дүниесіне кірейік. Ең бірінші айырмашылығы ол дүниежүзілік індет коронавирус үшін әр сағаттың ішінде қазір қан құрамындағы оттегіні көрсетуге міндетті болып кетті. Бұл Mi Band 6-ның ішінде қан құрамындағы оттегіні айтып беретін функциясы бар. Мұны қан құрамындағы оттегіні айтатын болсақ, қан құрамындағы оттегіні өлшеуге болады. Қан құрамында қысымы 93, 94, енді нақты тоқтағанға дейін ғой, 97, 94 деп тұр, 100% өлшегенге дейін. Mi Band 6 97 деп тұр, 93 деп тұр. Келесі айырмашылық ол сіздің ұйқыңызды бақылайды, және сіз ұйықтап жатқан кезде сіз тыныс алуыңызды бақылап жатады. Мүмкін ол көп адамға қажет емес шығар, бұл шын айтсам бета-версия, яғни тексеру версиясы болып отыр. Бірақ ол кім ауырады, кім қиын тыныс алады, соларға маңызды функциясы деп есептеледі. Мына екеуін салыстыру ретінде екеуінің пульсын қосайын. Honor Band 6 және Mi Band 6. Екеуінің көрсеткішін қараңдар. 70-тен түсіп жатыр. 65, 66, мұныкі 67. Жалпы ұқсас. Енді бұл фитнес браслет болғандықтан келесі айырмашылық бұл ішінде 30-ға жуық жаттығу түрлері бар дейді. Яғни сіз қай жаттығу жасайсыз, соның өзінің ішіне табасыз және ол есептеп отырады. Қанша калория жанды, қанша уақыт жүгірдіңіз деген сияқты. Ең қызығы бұл сағат шықпай тұрып, былай айтқан, сіз мысалы жүгірсеңіз, бұл сағат автоматты түрде сіз жүгіріп отқаныңызды ескереді. Немесе сіз мүмкін отжимание жасайтын шығарсыздар, бұл оны да ескеріп отырады деп айтқан. Бірақ мен бұл сағатпен жүгірдім, ең қарапайым залда жүгіргеннің өзінде ол анықтамады. Оны кімнен көріп алды? Мысалы, Apple iWatch сияқты, ол сіз жүгірсеңіз, ол жүгірді деп
жазып отырады. Мысалы сіз оны ештеңе баспайсыз, ол өзі айтады, сіз жүгіріп жатсыз, міне бір 15 минуттай болды деп ескеріп деп бақылап өзі жазып отырады. Біткен кезде жүгіріп болғаннан кейін сіз ұмытып кетесіз ғой өшіргенді. Ол да айтады, сіз жүгіріп болдыңыз деп сізге айтады, сіз оны өшіріп қоясыздар. Өте ақылды сағат деп мен Apple Watch'та айтамын. Фитнес браслеті да солай істейді деп айтқан. Тренировка бұның ішінде 30-ға жуық тренировканың жаттығу түрлері бар. Неше түрлі, әртүрлі. Суға түсесіз ба, дополнительный деген ашсаңыз одан да көп. Ішінде мысалы биі бар, гимнастикасы бар. Енді 30-ға жуық деген бәрі бар десе болады. Бадминтон, крикет, керек емес деген сияқты. Керек емес сияқты оның бәрі. Тренировкадан кейін не бар? Енді история жарайды, уровень стресса бұда да бар, дыхание бұда да бар, будильник жарайды. Білем, кімге будильник ыңғайлы, мысалы будильникті мына сағат арқылы қоюға болады. Бұрын тек қана приложение арқылы болса, қазір сағатпен де ауыстыруға болады. Жалпы көптеген функциясы бар, мысалы музыка тыңдауға болады, мысалы камераны қосып қойып, мысалы фотоға түсіруге болады. Бірақ оның бәрі 5-те болған. Бір музыканы. Міне мысалы мен музыка қостым. Міне пауза басылды. Әрі кетті. Қаттырақ қойдым. Жайрақ қойдым. Енді ол тренировкада енді ыңғайлы шығар. Ал енді ең қызығына келдік, ол әрине аккумулятор. Сағаттар көп, түрлері көп, дизайндар әртүрлі, бірақ менің ойымша ең маңыздылардың бірі, мысалы Apple Watch маған не үшін ұнамайды, ол бірақ қасиеті, ол аккумулятор. 2 күнге жетеді, қайта қуаттау керек болады. Ал Mi Band 6, Mi Band 5 одан бұрын болған, ең ұнайтыны ол аккумулятор, яғни кидің қашан қуаттағанын ұмытып кетесің. Бұл сағатта айтатын жаңағы презентация кезінде айтқан 14 күнге жетеді деген. Мен бұны не үшін 2 апта бұрын түсірмедім, мен бұны әдейі кидім, қанша уақытқа шыдайтын білгім келді. Сол үшін 2 аптадай бірге жүрдім. Енді қараңыздар, толығымен айтам, тыңдаңыздар, бұл Mi Band 6 10 күнге шыдайды. Және уведомление ішінде тек қана WhatsApp қана қалдырдым. Басқа ешқандай Telegram болсын, YouTube болсын, тек қана WhatsAppты қалдырдым, өйткені сообщение келген кезде көріп тұратындай. Соның өзінде 10 күн, 14 емес, 10 күн. Соны ескеріп өттіңіз. Бірақ оның өзі де аз емес, өйткені мен досымда Honor Band 4 бар, 4-ші, яғни ескісі. Ол 4 күн ғана жетеді. 4 күннен кейін қуаттау керек болады. Мынау 10 күн, яғни 2,5 есе көп шыдайды, көп уақытқа жетеді. Енді бұда да бар, камерасы бар, таймері бар, секундомер, ол Mi Band 5-те де бар. Жалпы енді ең бірінші сұрақ, бұл сағат алуға тұрарлық па, тұрарлық емес па? Енді білім қанша адамнан сұрадым, бәріне мынандай үлкен, әрине үлкен болған әдемілеп. Қараңыздаршы, қандай үлкен, қандай әдемі. 2 аптадай бұрын бұл сағат менің қолыма түскен кезде, мен Инстаграмға былай жаздым. Өте жақсы сағат, аккумуляторы 14 күнге жетеді. Бұл сағат бағасы 22 000 теңге. Кім бұл сағатқа жетеді деп жаздым. 2-3 адам былай жазды. Бұл сағатты жеңетін Honor Band 6. Ол сөзді жерге тастамадым. Менің қолымда Honor Band 6. Оның бағасы 2000 теңгеге қымбаттау, бірақ салыстыруға тура келді. Ең қызық қасиеттерін бәрін бетіне жазып тастады. Қараңыздар, бұл да AMOLED. Егер мынаның диагоналі 1/5 болса, мынада диагоналі 1/5, 24 сағат сіздің жүрек қағыңызды есептеп отырады және бақылап отырады. Қуаттаған кезде тез қуаттайды дейді. Стресс жарайды бар, 10 жаттығу бар режимдері, аккумулятор көпке жетеді дейді. Сіздің ұйықтап отқаныңызды тексеріп тұрады дейді, және 5 атмосфер қысымды шыдайды дейді. 5 атмосфер деген негізі көбісі айтады, 50 метр тереңдік деп айтады, бірақ енді кім 50 метр тереңдікте жүзіп жүрген, ол белгісіз. Mi Band 6 мен салыстыратын Honor деген, Honor Band 6 бұл Huawei-дің інісі деп айтуға болады, Honor'ды. Енді екеуін салыстырайық, қараңыздар, кімге қандай ұнайды. Мен бұл сағаттарды 1 аптадай ұстадым, 1 аптадай кидім. Көп адамнан сұрадым, елдер екіге бөлінді.
Ұлдарға Honor Band 6 ұнады, қыздарға Mi Band 6 ұнады. Өйткені бұл кішкентай, қолға ыңғайлы және жеп-жеңіл. Айырмашылығы Honor Bandте бір батырмасы бар. Мына жағында Honor деген жазуы бар. Батырма арқылы енді қолдануға болады. Меню ғой енді. Меню ашылады. Поиск телефона, будильник, таймер. Жалпы басында ұқсас, тренировкасы бар, запись, пульс. Оқты диагоналін қараңыздар. Honor үлкенірек диагоналі. Мен бұл 2 сағатты 1 аптадай кидім, және 1 аптадай елден сұрадым, кімге қандай ұнайтыны. Ең қызығы әйелдер мен еркектер 2-ге бөлінген сияқты, бұлар да 2-ге бөлінді. Ұлдарға Honor Band 6 ұнады, дизайн жағынан. Қыздарға Mi Band 6 ұнады. Неге? Өйткені бұл өте кішкентай, ыңғайлы, жеңіл, қолда жақсы отырады деген сияқты. Ал ұлдарға үлкен экран, үлкен дизайн, браслет кәдімгі сағат сияқты, және ең ұнайтыны осылардың маған киген кезде белдіктің астында ілмегі бар. Яғни қасына қосымша белдігі алдыға артқа жүрмейді. Осымен ілініп қалды. Honor Band 6-да Apple iWatch сияқты мынандай көрсеткіш бар. Мынандай енді кольца дейді ғой. iWatch-тың бұрыннан келе жатқан көрсеткіші. Қанша жүрдіңіз, қалай қимылдадыңыз, қанша уақыт қимылдадыңыз, қанша калорий жақты, қанша қадам жүрілді деген сияқты. Ол мен ойымша iWatch-тан алынған. Ең қызығы және ең маған әйтеуір қызық болғаны мәселе дизайн емес, мәселе аккумуляторда. Мен бұл 2 сағатты алған бетте екеуінде 100%-ке толтырдым. Және қалай екеуін бірге ұстап жүрдім. Мысалы, мен байқағаным, екеуін жүрек қағысы бірдей анықтап береді. Екеуі де қадамдарды бірдей өлшейді. Мысалы, екеуін бірге, мысалы, мен 3000 қадам жүрсем, екеуі де 3000 қадам деп көрсетіп береді. Бірақ маңыздысы маған аккумулятор. Өйткені сағат қаншаға шыдайтын маған маңызды. Енді қараңыздар, бір уақытта екеуін толтырып, бірдей күйіп жүрдім. Енді жауабы мынандай болды. Honor Band 6-да әлі 73% бар аккумуляторы, ал Mi Band 6-да 56%. Көрдіңіз бе? 56-73. Яғни мынау Honor Band уақыты бойынша көбірек шыдайды. Және маған ұнағандардың бірі, Honor Band 6-ның ұнағаны, ол әрине жазуы. Мысалы, сообщение келсе, мынау кішкентай экранға кішкентай жазу шығады, ал мынау экранға үлкенірек жазу келеді. Кім не жазғанын көресіздер. Бірдеңе жазсайшы WhatsApp-қа. Кішкентай сағат, кішкентай әріппен келді, және кім жазғанын әзер-әзер шығады. Мына сағатқа нақты көрінеді, алыстан көрінеді, үлкен әріппен жазылған. Екеуінің мүмкіндіктері ұқсайды. Мен тез айтып жататын болсам, жүгіру, жүру, велосипед, суға түсу деген сияқты, ол жарайды, бар, бәрінде бар сияқты деп айтайын. Әрі қарай кеттік, жүрек пульсін тексере алады. Коронавирусқа дайындалғандай қанның от дегенсін айтып бере алады. Сосын жерде активность деген бар, маған байқағаным. Apple Watch сияқты сіздерге қай жағын қолданғанын, мысалы қанша калорий жаққанын, қалай сіз қимылдағаныңызды бәрін ескеріп отырады. Apple Watch сияқты. Қанша уақыт сіз қимылдадыңыз, қанша калорий жақтыңыз, және қанша қадам жүргеніңізді айтып береді. Сіздің ұйықтағаныңызды бақылайды, стрессті айтып бере алады. Стресс адам болғаннан кейін, мысалы сіз стресс сезіп отқаннан кейін демал дейді, нәжде тыныс ал деп. Терең демал деген сияқты. Сосын не бар? Ауа райы бар, жарайды, секундомері бар, таймері бар, фонарик бар. Қызығымна Mi Band'те, ешқай Mi Band'те фонарик жоқ, ал Honor Band 6-да фонарик бар. Жалпы сол екеуінің суға шыдайтын екеуі бірдей, көрсеткіштері бірдей, күші жылдамдығы, көрсету жылдамдығы да бірдей. Әрі қарай өздеріңіз таңдаңыздар. Бағалар жағынан қараңыздар, мынау Mi Band 6 22 мың теңге тұрса, мынау Honor Band 24 мыңдай тұрады. Әрі қарай өздеріңіз таңдаңыздар. Келесі жолы Huawei-да осындай жасады. Huawei Band 6 деп аталады. Оны келесі жолы мүмкін көрсете жатармын. Неше түрлі және әдемі циферблаттар бар. Басқа блогерлардың шолуларын көріп едім. Олар
кейбір циферблаттар жаңағыдай бағасы бар дейді, мысалы сатып ал деген сияқты. Білмеймін, мен қарадым, ондай сатып ал деген әңгіме жоқ бұда. Енді жалпы айтарым, Mi Band 6 өте жақсы жасалған, маған ұнады, мен оны күттім және сатып алдым алған кезде. Айтпақшы, көп адамдар сұрайды, мысалы смартфон немесе сағаттарды сатып аласыз ба деп. Міне мысалы мына сағатты мен сатып алдым. Енді қолдану жағынан, егер сіз мысалы Mi Band'ты алатын болсаңыз, сізге Mi Fit деген приложение керек. Соның ішінде сағатты қосасыз және ол бәрін айтып, ескеріп, бақылап отырады. Циферблаттары әртүрлі. Мысалы магазин деп ашсаңыз, циферблат неше түрлі циферблаттар көресіз. Адамның бейнесін енді білмеймін неге, бірақ көбісі Mi Band 5 бар кезде Спанч Бобты қоятын. Енді мен Спанч Боб жақсы көрмеймін, сол үшін түсінбеймін не үшін екенін. Бірақ Mi Band 6-да Спанч Боб болмайды. Ал енді егер Honor Band 6 мен қолданатын болсаңыз, оған бөлек мына Huawei здоровье дейді орысша, Huawei Health ағылшынша. Ол да сол, тура сондай, бірінші сағатты қосасыздар, мына Honor Band 6-ны қосасыздар. Мысалы циферблатты көруге болады, қандай екен. Кейбір блогерлар циферблаттарды сатып алу керек дейді. Бірақ қараңыздар, ешқандай баға туралы жазылмаған. Бәрі тегін, неше түрлі, әртүрлі. Енді экран үлкен болғандықтан мүмкіншіліктері де көп. Қандай алсаңыз да өзіңіз білесіздер. Ең қызығы, мен қазір жоғары сілтемесін қалдырам. Ең қызығы, мынау Huawei Fit деген сағат болды. Осыған қатты ұқсас, түрі де, жаңағыдай көлемі де ұқсас. Бірақ ол әдемілеу, енді дизайн жағынан, сапалы жағынан әдемілеу. Бірақ түрі жалпы осындай. Ол бағасы 60 мың теңге болған, естеріңізде болса, ол шыққан кезде. Ал мынау 24 мың теңге тұрады, 3 есе арзан десе болады. Енді бұл сағат тұрарлық па, алуға бола ма деген сұрақ қойсаңыз, әрине болады. Бұл өте әдемі. Егер айтып отырмын ғой, Mi Band 5 пен салыстыратын болсаңыз, екеуінің капсуласы бірдей, яғни жалпы екеуінің көлемі бірдей. Ал енді ішкі құрылысын қарайтын болсаңыздар, үлкен айырмашылығы бар. Әсіресе дизайн, енді қараңыздар, мынау қандай, екі есе кішкентай сияқты түрі. Енді кішкентай болған бір жағынан қызық емес қой. Мысалы мен қай сағатты жақсы десе, мен ылғи Mi Band'терді ұсынатын едім. Мысалы қазір Mi Band 6 алыңыздар деп айтушы едім. Жалпы осымен болды. Қай сағат сіздерге ұнағанын комментарийге жазыңыздар. Ал енді сіздерге жақсы жаңалығым бар. Бұл конкурс ретінде мына сағатты мен ойнатамын. Шарттары оп-оңай. Біріншісі, мына видеоға лайк бас, YouTube каналға жазылу керек, досыңызбен бөлісу керек, және комментарий жазу керек. Өйткені мен сіздерді қалай табамын. Осылай оп-оңай 4 шарт. Конкурсқа қатыс, мына сағатты алып кет. Осымен шолу аяқталды. Пайдалы шолу болды деп ойлаймын. 2 сағатпен салыстырдым. Біраз деңгейге өсті. Келесі Mi Band 7 қандай болатынын мен білмеймін. Өйткені мүмкін функциялары жақсы болатын шығар, мүмкін GPS қосатын шығар, білмеймін енді. Айтпақшы минустары бар. Тез айта кетейін. Бұның ішінде GPS жоқ. Бұл сағатпен сіз төлей алмайсыздар. Бұл сағатпен сіз сөйлесе алмайсыздар. iWatchпен сөйлесуге болады, төлеуге болады. Және GPS бар. Осымен болды. Келесі видео кездескенше сау болыңыздар, конкурсқа қатысыңыздар, ұтыңыздар, сау болыңыздар. Коронавируспен ауырмаңыздар.